Бәріне сәлем, сіздермен Амел, сіздерді көргенім үшін өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз жазға арналған, декреттегі аналарға бизнес идеялар. Яғни үйде отырып жасауға болатын, жақсы табысқа шығуға болатын бизнес идеялармен бөлісетін боламын. Ал сіздер алдын ала каналға подписка жасап, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің инстаграм аккаунтыма тіркеліп қойсаңыздар, ол жақта да өте көп пайдалы ақпараттар, лайфхактар бар. Ал енді бастасақ. Негізінде ең жақсы идеялардың барлығы көбінесе декретте келеді әйел кісілерге. Себебі әйел адамдар үйде отырады, кезінде жұмыс жасаған осы уақытқа дейін. Енді баламен үйде отыр, ол да инстаграмды көреді, басқалар секілді ақша тапқысы келеді, әртүрлі энергиялары шығады. Яғни үйде отырған адамның энергиясы өте көп болады, оны жұмсайтын жер іздейді, сол үшін әртүрлі идеялар келеді. Осындай кездерде көп адамдар өзінің бизнесін бастайды. Менде де дәл сондай жағдай болған. Мен өзімнің жеке кәсібімді декретте отырған кезде тапқан болатын. Яғни мүлде ақша жоқ, декретте баламен отырасың, бірақ инстаграмға қарап қызығасың. Сен де қыдырғың келеді, сенің де үлкен үйің болғанын қалайсың, немесе машинаң болғанын қалайсың, солай өзің соларға қарап отырып бизнес бастайсың. Яғни мен сайттар арқылы бизнес бастаған болатынмын. Қазіргі таңда мүмкіндіктер көп, және де жаз ай келе жатыр. Жазда білеміз, мүмкіндіктер тағы да екі еселенеді, себебі күн жылынады, бизнестің жүретін науқаны, барлық нәрсенің гүлденетін науқаны, сол секілді бизнестарға да үлкен мүмкіндіктер туады. Ал енді ең бірінші бизнес идея ол оформление жасау. Яғни ол дегеніміз жаз айы басталды, яғни тойлардың сезоны басталды. Тойлардың сезонында мысалға қыздар девичник жасайды, осындай фотосессиялар болады, немесе балаларын осылай қырқынан шығарады, бір жас той болады. Осылардың барлығына оформление керек. Яғни қандай заттар десеңіздер, осындай заттар мысалға. Бұлардың барлығы Қытай сайттарында сатылады. Осыларды жаймендеп Қытай сайтынан алып, және де Қазақстандағы типографиялық орталықтарға шығарып, сатсаңыздар, бокс жасап, міндетті түрде олар өтеді. Себебі жаз айында әртүрлі тойлар болады, тұрмысқа шығады қыздар, жігіттер келін алады деген секілді осындай заттармен жақсы пайдаға шығуға болады. Және де осындай қастарына шариктер қосып, осындай қылып, немесе осындай қылып оформлениесін жасап, әдемі бокс жасап сатсаңыздар болады. Бұл жерде ең бірінші нәрсе ол личный бренд, яғни өзіміздің осындай онлайн дүкеніміздің логотипі, осындай аксессуарлары, осындай белгілері секілді болу қажет. Яғни біз басқа магазиндерден артық болуымыз қажет. Несімен? Осындай бір ерекшеліктермен. Осындай бизнесті үйде отырып бастасаңыздар болады, көп қаражат керек емес. Қазірден бастап Қытайдан заказ беріп қойсаңыздар, осындай заттарды кейін осылай бере бересіздер. Және де бұның бір жақсысы, бұл заттарды арендаға бересіздер. Яғни бүгін алады адам, кешке алып кетесіз, келесі күні басқа адамға бересіз, одан алып кетесіз, екінші күні басқа адамға алып кетесіз деген секілді. Бұл жерде арендаға беру арқылы да жақсы пайдаға шығуға болады. Яғни бір ғана бизнес идеяның өзінен әртүрлі бизнес идеялар шыға береді. Мысалы, арендаға беру, сату, үйрету деген секілді әртүрлі жолдармен ақша табуға болады. Ал енді екінші бизнес идея түрі ол бізде телефон арқылы жұмыс жасайтын идеялар. Білеміз, бір адамдар қолмен жұмыс жасағанын жақсы көреді, ал бір адамдар мимен, бір адамдар телефонмен деген секілді. Бұл нағыз телефонда отырған, бұрыннан бері компьютермен жұмыс жасап, телефонмен жұмыс жасап үйренген адамдарға таптырмайтын жұмыс. Бұл бізде қазіргі таңда атақты болып жатқан SMM, контент-мейкер, рилс-мейкер мамандары, яғни фрилансерлер. Қазіргі таңда фрилансерлер өте қатты сұранысқа ие, себебі блогерлер көп, инстамагазиндер көп, личный брендтер көп, яғни олардың барлығына өзінің бір контент-мейкері, рилс-мейкері секілді эксперттер керек. Ал қазіргі таңда біз көреміз, рилс-мейкер, контент-мейкер, олардың барлығы Россияның эксперттері, ал қазақстандық эксперттер өте аз. Сол үшін қазірден бастап рилс, тиктокты зерттеп, өзіңіз осындай рилспен, контентпен айналыссаңыз, одан да жақсы қаражат табуға болады. Яғни консультация беру арқылы, рилс түсіру арқылы, инфобизнесіңізді сату арқылы, сонымен қатар клиентпен онлайн жұмыс жасау арқылы әртүрлі табыстарға жете аласыз. Негізінде мұндай фрилансерлердің мамандықтарын ютубтан қарап білуге болады, бірақ ютубта көптеген мәліметтер жоқ болуы мүмкін. Сол үшін Россияның эксперттерінен осындай сабақтарын алып, офлайн, онлайн сабақтарын алып, одан кейін өзіңіздің белгілі бір пакеттеріңізді дайындап, адамдарға услугаңызды ұсынсаңыз болады. Яғни міндетті түрде жақсы білім алып, содан кейін оны өміріңізде пайдалансаңыз болады. Үшінші бизнес идея ол сайттармен бизнес. Қазіргі таңда ең атақты, ең жақсы табысқа шығудың жолы болып жатқан ол сайттар арқылы бизнес. Яғни қазіргі таңда білеміз, атақты болып жатқан Қытай сайттары, Түркия сайттары, Америка сайттары, Каспи магазин, Wildberries, осылардың барлығы арқылы қазіргі таңда үйде отырған адамдардың көпшілігі жұмыс жасайды. Және де тұрақты жұмысын тастап, тіпті сайттармен жұмыс жасауға көшкен. Себебі ол жақта
доход, яғни ақша айналымы өте жақсы пайдаға кенелесіз. Сол үшін қазіргі таңда декреттен бастасаңыз болады, яғни белгілі бір сайттармен жұмыс жасап, сіз ол жерде предзаказға товарлар сатып алып берсеңіз болады адамдарға, немесе өзіңіз обучение жүргізсеңіз болады, яғни сайттарды үйрету арқылы басқаларға, немесе өзіңіздің онлайн магазиніңізді ашсаңыз болады, онлайн магазиннен де жақсы қаражат табуға болады. Яғни осындай сайттарды өзіңіздің өміріңізде дұрыс пайдалану арқылы үлкен табыстарға шыға аласыз. Америка сайттары арқылы тіпті байер болуға да болады. Негізінде сайттардың берер мүмкіндіктері өте көп, әлі де 5-6 жылдың ішінде бұл сайттар актуальный болады. Сол үшін қазіргі таңда потоктан қалмай үйреніп, осындай үйде отырып осы бизнеспен айналыссаңыздар болады. Онлайн магазиннің бір жақсысы, бұл жерде дропшоппинг арқылы жұмыс жасайсыздар, яғни адамдардан заказ аласыз, заказ бересіз сайтқа, одан кейін заказ келгенмен адамның заказын өзіне бересіз. Бұл әдісті дропшоппинг деп атайды. Яғни бұл жерде сіздің қалтаңыздан мүлде қаражат шықпай, тек қана клиенттің ақшасына алып заказ бересіз, бірақ үстінен услугасын көресіз. Мұның өзі де таптырмас мүмкіндік. Төртінші бизнес идея ол асхананы жақсы көретін қыздарға, яғни ас дайындауды, ас пісіруді, оны видеоға түсіруді, соны жақсы көретін қыздарға өте жақсы мүмкіндік. Қазіргі таңда торттар шығып жатыр, білеміз, өте кішкентай көлемдегі торттар. Осындай торттарды сату, немесе қазіргі таңда атақты болып жатқан моти, клубника в шоколаде, немесе банан в шоколаде, әртүрлі нәрселермен солайынан идеяларды қалыптастырып, өзіңізде басқалардан ерекшеленетін бір тәтті тағамдар сату. Себебі тәтті тағамдар білеміз сұраныста, көбінесе қонаққа барған кезде немесе сыйлыққа берген кезде өте жақсы. Үйлердің боксын жасау арқылы жақсы табысқа шығуға болады. Және де қазіргі таңда трендте жүрген Кореяның тамақтарын, Японияның тамақтарын, Түркияның тамақтарын көру арқылы, соларға анализ жасау арқылы өзіңіздің ерекше бір тағам түрін дайындап шығарсаңыз да, ол да жақсы өтеді. Бесінші бизнес идея түрі ол бассейн арендаға беру. Жаз мезгілінде білеміз, көпшілік адамда бассейн жоқ, бірақ жер үйде тұрады, балаларына бір күндік немесе 2 күндік демалыста олар бассейнге түсіргісі келеді деген секілді. Міне сіздерге күшті идея, қазіргі таңда көбісі бұны біле бермейді. Жаңа идея түрі осы жылы хит болуы мүмкін, себебі алдыңғы жылы Түркияда, Россияда осындай бизнес түрі жақсы дамыған. Ал енді сіздер қалай жасайсыздар? Кәдімгідей Қытай сайтына кіреміз, осындай бассейндер болады, әртүрлі көлемдегі осыларды сатып аламыз, және де оны арендаға береміз. Міндетті түрде блогерлерге реклама немесе таргет арқылы бастап жібересіз, одан кейін өзі жаймендеп атақты бола бастайды. Тек қана бассейн емес, палаткалар алсаңыздар болады, яғни таулы аймақта осындай палаткалар жақсы өтеді, осындай бассейндер, осындай төсектер деген секілді жақсы өтеді. Мұның барлығы жазға арналған идеялар, міндетті түрде жазып, өмірлеріңізде қолдансаңыздар, жақсы табысқа шығасыздар. Ең бастысы бір нәрседен бастаңыздар, себебі жаз мезгілі нағыз бизнестің қызатын кезі, жақсы доходтың түсетін кезі. Сол үшін потоктан қалмай міндетті түрде іске көшіңіздер. Егер де сізді сайттармен бизнес Америка, Түркия, Қытай, Каспий магазиндер қызықтыратын болса, менің авторлық курстарым бар, жеке платформада өтетін боламыз. Инстаграмға жазылып, сол жерден ақпараттарды біле аласыздар. Жақында поток басталады, соған үлгеріп жазылыңыздар. Сіздерде қандай бизнес идеялар бар, комментарийға жаза кетіңіздер. Кейінгі видеоларда оларды талқылайтын боламыз. Бәріне рахмет, пока-пока.